Біраз уақыт телевизорға шықпай қалсам дейді, анам күтіп отырады дейді, ой балам көрінбей кеттің ғой деп. Артымыздан ерген азаматтар қарасақ, бәрі алды Ұлыбританияда оқып келді, шетелде болашақпен оқығандар бар. Мысалы пікір айтылды, ол бір барып әсер ету керек қой, үкіметке не жауапты органдарға деген сияқты да. Мүлдем қаржылық сауатсыз деп айтуға келмейді. Өйткені әркім өзінің бюджеті бар, әркім өзінше табыс табады, әркім өз депозитте ақша ұстайды, ипотекаға үй алған, несие төлеп алып көрген. Мақсат аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қош келіпсіз. Қош көрдік. Бұйырса мынау біздің үлкен бастама, бұйырса сана подкаст деп айтып жатырмыз. Өзіміздің сізбен бірге жасап жатқан үлкен жобамыз сана фондтың негізгі медиа тарапындағы негізгі былай ақпараттандыратын негізгі бір көзі деп есептейміз. Бұйырса енді өзіңізбен бастап отырмыз. Ақ жол бұйырса. Иә, сәтті болсын, жақсы жоба болсын, пайдалы болсын қоғамға. Негізгі мақсатымыз да сол ғой. Иә. Енді қысқаша бірінші өзіңізден қысқаша таныстырып жіберсеңіз, Мақсат Халық деген кім? Менің аты жөнім Мақсат Халық. Атым Мақсат, атамның аты Халық. Көп азаматтар ойлайды, Мақсат Халық, халықтың мақсат деп айтып жүрсем, жай қойып алған андай есім шығар деп. Ондай қойып алған ештеңе жоқ. Шын мәнінде атам аты Халық. Сондықтан тура мағынада және ауыспалы мағынада қалай қарасақ та халықтың баласымыз. Сондықтан сол атқа сәйкес затымыз болса екен деген ниет. Азды кемді көп азаматтар танып жатады, айтып жатады. Сұхбатыңды көрдік, білеміз, танимыз, жақсы пікір айттың деп сенім білдіріп жатады. Сондықтан сол сенімге кішкентайда болса лайықты болуды Құдай жазса екен деп тілеймін. Содан басқа тілерім жоқ. Өйткені азаматтардың сеніміне жетерліктей одан асатындай құндылық жоқ менің ойымша. Сол енді қысқаша өмір жолымыз экономика бағытын таңдағанбыз. 8-ші сыныптан бастап анықталғам, экономист болам деп. Содан бастап экономиканы терең зерттеп, оқып үйреніп, сол уақыттан бастап эмбарго не, инфляция не, импорт-экспорт не, біртүрлі экономикалық терминдер қызықтыратын. Содан кейін нархозға түсуге бел байладық. Әйгілі нархоз экономиканың қара шаңырағы деп. Сөйтіп нархозда білім алдық, магистратураны оқыдық. Сосын 2 жыл сол жақта ұстаздық жасадық. 8 жыл нархозда. Содан кейін UIB университетіне ауыстық. Халықаралық бизнес университеті, сол жерде докторантура экономика бойынша оқыдық. Және жалпы оқытушылықта, осы ағартушылық жолда 15 жыл болыпты мінекей. Сондықтан мен ойлаймын, ол аз уақыт емес. Сол уақытта бірінші кезекте шәкірт тәрбиелей алдым. Және де шәкірттерім мені де тәрбиеледі. Маған да білім берді. Өйткені бір жақты болмайды ешқашан. Азаматтар да, сол қоғамда қалыптасуына үлес қосады. Бізді тек қалыптастырған, осындай Мақсат Халық жасаған тек қана ұстаздарымыз ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортамыз, достарымыз, шәкірттеріміз барлығы бар. Сондықтан барлығына алғыс. Сол ортама, сол Құдайдың кездестірген азаматтары барлығына жақсы болсын, жаман болсын, осы бүгінгі Мақсат Халық болып қалыптасуыма септігін тигізді деп есептеймін. Сондықтан қысқаша осы негізгі ұстанымымыз, қоғамға кішкентай болса да үлес қосуға тырыссақ екен. Сондай бағытта бұрында ойлайтынбыз, мүмкін жағдайды жасап алып барып сосын қоғамды ойлау керек дегендей. Бірақ олай жүрмейді. Менің ойымша екеуі параллель жүру керек. Әрине жағдайыңды жасау керексің, бірақ сонымен қатар сен қоғамға да пайдаң тигізіп жатсаң, ол нұр үстіне нұр деп есептеймін. Өте жақсы, рахмет. 15 жыл деп айттыңыз, иә? 15 жыл білім саласына өз уақытыңызды арнадыңыз, экономикаға. Осы 15 жылдың ішінде нақты қандай нәтижеге жеттіңіз? Енді атап айтатын. Нәтиже деп айтсақ, әртүрлі әрқандай ғой. Және де менің ойымша, қандай істер атқардыңыз? Осы менің жасаған нәтижем деп бүйтіп айтсақ, ол андай құнсызданып та кетуі мүмкін. Бірақ бір әйтеуір кісінің айтқаны бар еді негізінде. Сол қоғамға еңбегін сіңіп жүрген, жалпы қоғам тану үшін, білу үшін көбірек сұхбат беру керексің. Көбірек аты жөнің біраз жерде жүру керек. Әйтеуір бір жерде титр болып кетіп бара жатса да аты жөнің жүрсе, сонда азаматтар сенің қоғамға бір кішкентай болса да үлес қосып жатқаныңды таниды, біледі деп.
сол ұстаным болса керек, бәлкім сол сұхбат беріп тоқтамай сондай әсер болды. Қанша сұхбат бердіңіз осы күнге? Енді өте көп, нақты санын білмеймін, жоқ дегенде бір 500-дің үстінде шығар негізгі үлкен сұхбаттарым. Ал былай кішкентай пікір дейді ғой, интервьюлар, оларды санайтын болсақ, ол білмеймін, өте көп, мыңдап кете береді. Енді сіз алғашқылардың бірі болып қазақ тілді экономист, сарапшы ретінде қалыптастыңыз ғой. Сізді таныды, кейін сіздің соңыңыздан, қателеспесем, біз өзіңіз бастаған сол кездегі кәсіпкерлердің басын қосып, сарапшылардың басын қосып, бір пул қалыптастырдыңыз. Кейін оны міне аналитиктер орталығы, сарапшылар ортасы деп атап келе жатырмыз. Сол қалай келді идея жалпы? Жақсы сұрақ қойдыңыз. Шын айту керек, нархозда оқып жүрген кездің өзінде сол аналитикаға қызығушылық болды. Сол экономика саласы бойынша аналитиктер деп біз кей уақыттарда қызығатымыз. Сонда Елдар Абдыразаковтың өзінің сол аналитикалық ойларын тыңдап, қарап сөйтетіміз. Мысалы, ойлайтынбыз, осындай азамат болуға болады екен ғой, аналитика деген жақсы дүние екен ғой дегендей сондай ой болатын. Кейін өсе келе ұстазым Спанов Мабат деген кісі, ол кісі де осы сарапшылыққа, сұхбатқа мені бейімдеді. Қалай сұхбат беру керек, қалай логикалық түрде жауап беру керек, соның бәрін. Ең алғашқы жаңа қазақ тілді аудиторияға, журналистерге нөмірімді беріп жүрген сол кісі. Содан кейін сол бір рет сұхбат беріп бастадым, содан кейін ары қарай пікірлерім, ойларым ұнаса керек, жақсы түсіндіруім ұнаса керек. Журналистер чатына жаңа біріне лақтырып, содан кейін барлығы шақыратын болды. Енді мен ойлаймын, негізінен қызықтырған нәрсе осы сарапшы болып кетейін деп болған жоқпын. Негізі Асқар Жұмаділдаевтың бір сұхбаты әсер етті. Ол кісі анамды риза ету үшін сұхбат беріп тұрамын деп сөйтіп айтқан. Анасы жаңағы біраз уақыт телевизорға шықпай қалсам дейді, анам күтіп отырады дейді, ой балам көрінбей кеттің ғой деп. Сосын анама көрініп тұрайыншы деп сұхбат беремін деп. Содан кейін тура сол уақыттарда өзім сол енді сұхбат беріп жүрген кезім болған. Бір күні үйге барып қарап отырсам, сол сұхбат беретін уақыт келді, міне қазір жаңалықтардан көрсету керек. Содан кейін анам тура алдына отырып алған теледидардың. Енді сұхбат беріп сөйлеп жатырмын. Сөйтсем, сол беттен анам жаңағы, ой күнім, жаным, осындай жаңағы айтпаған енді сөздердің бәрі, не айтып жатырым, ана жақта ол кісіге маңызды емес, енді жаңағындай қуанышты да, сол ондай. Содан кейін арт жағында қарап отырмын да, мен анамды риза ету деген, сол осындай жеңіл болса мен үшін деймін де, енді осы сұхбат беру. Неге онда мен тоқтауым керекпін? Онда барлық телеарнадан бәріне сұхбат берейін. Тоқтамай жаңағы шықпаған телеарна қалған жоқ, барлығынан жан-жақтан сұхбат беріп, сонда ниетім сол, ол кезде әлі 30-ға да толмағам, сонда жаңағы анамды риза етсем деген ой ғана ғой, барлық жерге сұхбат бере алдық. Енді кейін 30-дан асқаннан кейін адам уже толысады екен, жан-жақты қарайсың, сөзіңе қарайсың, не болса соны айта беруге болмайды деп жаңағындай кішкене жүйелі біліп айтайын, жан-жақты қарап, талдап барып айтайын. Ол саланы білем ба білмеймін ба бірінші зерттеп алайын, содан кейін барып жаңағы өзім ұйғарым пікірімді айтамын деп көп журналистерге сөйтіп бағамдап сұхбат беретін болдық кейінірек толысқаннан кейін. Дәл сол жерде жаңағы өзіңіз айтқандай, өзіңіз сұхбат беріп қалыптастыңыз сарапшы ретінде, одан кейін жастар тарттыңыз, жастар тәрбиелеп, өйткені мына біздер бар, сіздің бастамаңызбен, одан кейін басқа жастар бар, барлығы дерлік сіздің себепші болуыңызбен енді телеарналарға шығып жатты, сұхбаттар беріп жатты. Өзіңіз айтқандай, кемі ата-анасын қуанту үшін, кемі өзінің ойындағы пікірін, ұстанымын осы камераның алдында еркін жеткізу үшін сондай бір амал әрекеттер болды. Ол негізінен сол қазақ тілді сарапшылардың, пікір айтатын, ой айтатын азаматтардың аздығынан болды. Негізінде кәсіби мамандар қазақ тілінде жоқ деп айтуға келмейді, бар. Бірақ көпшілігі экранда, камераның алдында сөйлеуге қысылады. Содан кейін біраз азаматтар бар, танымал болғысы келмейді, өзі танымал болып кетемін деп ойлайды. Сосын қойшы, мен осы жүре бергенім жақсы, одан осылай деп есептейді. Бірақ ол менің ойымша, енді ол әр адамның өзінің жеке шешімі. Бірақ та өзіңіздің бір пікіріңізді, егер сол саланың маманы болсаңыз, ол азаматтық борышты, енді сіз қоғамда соған байланысты пікір айту, егер біліп тұрсаңыз. Ал енді сіз біліп тұрып ол мәселені айтпасаңыз, онда сол мәселе өз деңгейінде көтерілмей қалады, немесе шешілмей қалады. Сондықтан өзіміздің сол артымыздан ерген азаматтар қарасақ,
бәрі алды, Ұлыбританияда оқып келді, шетелде болашақпен оқығандар бар. Сол азаматтар өте кәсіби маман, өзінің саласын мықты біледі. Неге енді олар өзінің пікірін ашық жарқын айтпасқа, неге жеткізбеске деген тұжырыммен сол сарапшылар орталығын құрып, біраз азаматтарды соған бейімдеп, сол қадамдарын жасай бастадық. Және де енді мен экономика десе, қазір журналистер менен бәрін сұрайды да, қаржы секторын, банкті де, сақтандыруда, ішінде бағалауда жүреді, экономика, макроэкономика, бәрі жүреді. Мысалға, бизнесқа да қатысты, любой енді демек сарапшының жетіспеушілігіне байланысты болса керек деп солай сұхбат бере бердік. Және де одан мен кем болған жоқ, қайта кейіндігім бар, жаңағы қаржыгерлермен де тілдесе беремін ортақ тақырыпта, экономистермен де дегендей. Біз үшін енді біз бөлеміз ғой, мынау қаржыгер, мынау экономист дегендей. Ал қазіргі ардымыздан еріп келе жатқан азаматтарды бағыт бағдарлай бастадық. Мысалға, сен таза қаржыгерсің, сол қаржы саласына қатысты. Маған журналистер звондап айтады, Мақсат аға, сіздің шәкірттеріңіз мен ол тақырыпқа сұхбат бермеймін деп бермей қойды деп сөйтіп жатады. Сосын мен айтамын, ол дұрыс, соныкі, өйткені ол таза қаржы саласы. Сіздің сұрағыңыз вообще маркетингке, туризмге байланысты. Оған мына кісі жақсы жауап береді дегендей. Сондықтан мен ойымша сол сала бойынша мықты эксперттер шығарсақ алдағы уақытта, демек менен кейінгі сарапшылар менен де жоғары деңгейге жетеді. Және де сол салалар бойынша мықты эксперттер пайда болуына байланысты қоғамның одан ары дамуына үлестерін қосады. Дұрыс айтасыз. Енді сарапшы ретінде мынадай түсінік бар ғой, мысалы журналистер өздерінің мақсат міндетін орындалуын білу үшін айтқан, көтерген тақырыбы бір соңында шешім тапса екен дейді. Мысалы тек қана жай айтып қана қоймады телевизияның алдында, бүгін айтылып ертең ол нәрсе сол күйі жабылмай, не ол туралы заңнама шықпай, немесе өзгермей қалды деген сияқты емес, мақсатына жетпей қалды. Ал сарапшы ретінде сіздің ойыңызша сарапшының соңғы мақсаты не? Мысалы пікір айтылды, ол бір барып әсер ету керек қой, не үкіметке, не жауапты органдарға деген сияқты да. Ол жағынан қалай ойыңыз? Және де сіз осы тәжірибеңізде ондай өзгерістер болды ма? Ондай өзгерістер болып та жатыр, шындығын айту керек қой. Дәл менің айтып жатқан пікірлерім қолдау тауып жатқан жоқ деп біз айтуымыз мүмкін, ұсыныстарымыз қабылданып жатқан жоқ деген сияқты пікірлер айтуымыз мүмкін. Бірақ мен осы сарапшылықта 10 жылдан асты сұхбат беріп жүрген, және де бір үрдісті соңғы уақыттарда байқап жүрмін өзім. Сол өзіміздің көтеріп жүрген мәселелерімізді президенттің жолдауында президенттің айтып жатқанын байқап қаламыз. Олигополия, монополия, соларға байланысты сұхбат өзім көп беріп жүрмін мысалға. Ол тура мен айтқаннан кейін де айтып жатқан жоқ шығар. Менен де басқа сарапшылар да айтып жатқан шығар. Бірақ тура Мақсат айтты демесе де, сол біз айтып жүрген, көтеріп жүрген мәселені президент өзінің жолдауында айтып жатса, демек бұл қоғамда сезіліп жатыр деген сөз, естіліп жатыр деген сөз. Енді ол үкімет оны қаншалықты орындап жатыр, қалай орындайды, ол екінші мәселе. Бірақ демек сарапшылардың айтып жатқан пікірлеріне тіпті сол президенттің әкімшілігі де құлақ қағып жаңағы тыңдап жатыр дегенді білдіреді менің көзқарасымша. Сондықтан да бұл бекер емес бірінші кезекте. Әрине екінші кезекте ол негізгі мәселе сарапшылардың мойнындағы борыш, әсіресе қазақ тілді сарапшылардың. Ол дәл осы қаржы, экономика саласында танымның аздығы бар. Көп бізде халық ол жағында сауатты бола бермейді. Банктер, мемлекеттік бюджет, импорт, экспорт дейтін дүниелер айтыла бастаған кезде, немесе диверсификация экономиканың жаңағы деген сияқты қиындау сөздер айтыла бастағанда, көп ауылдағы халық қиын бір дүние шығар деп қоя салуы мүмкін. Ал енді сен сарапшысың, оның оп-оңай дүние екенін біліп тұрсың, неге оны оңай жеткізіп бермеске? Міне демек осы жерде сіздің уже миссияңыз айқындалады. Сіз қазақ тілді соны көріп тұрсыз, айту керексіз. Меніңше осылай сияқты. Және де орыс тілді ортада да кейде байқалады, жаңағы сол қаржыгерлер әсіресе тым қатты қаржының тілімен, секюритизация бірдеңе бұндай болғанда деп сөйлеген кезде өздерін сондай тым білгіш қылып көрсеткісі келіп, сендер білмейсіңдер деген сияқты қылып көрсеткісі келетіндей сыңай танытады. Сондықтан да бұл стереотиптерді бұзу керек. Ол қаржының тілі, экономиканың тілі бұл біздің өміріміздің бір бөлшегі. Ол біздің күнделікті тұрмыс тіршілігіміз, күнделікті өміріміздегі қабылдап жатқан шешімдер, барлығы экономикалық, қаржылық шешімдер. Біз қандай жерге оқуға түсеміз, кім болғымыз келеді, қандай салада жұмыс жасағымыз келеді.
барлығында біз белгілі бір дәрежеде өзіміздің бюджетімізді есептеп барып шешім қабылдап отырамыз. Оның барлығы қаржы, экономика біздің. Сондықтан да бұл біздің өміріміздің бір бөлшегі. Оны қаншалықты біз терең біліп алсақ, қаншалықты біз өзіміздің ұрпағымызға бүгін оны сіңдіре алсақ, онда біздің азаматтарымыз да ертең қаржы алаяқтарына алданбайтын болады. Олар қаржылық жаңа иммунитеттері күшті болады. Олардың қаржылық жоспарлары күшті болады. Демек, олар отбасы құрса да тұрақты отбасы құрады. Оның жаңағы отбасының тұрақтылығына, ажырасудың кем болуына мысалға ықпал ететін жақтары бар, әлеуметтік салдар. Сондықтан да менің ойымша осы қаржы экономика бағытын барынша насихаттай беру керекпіз. Ол бүгінгі қоғамның негізгі трендтерінің бірі болу керек. Бұрындары біз көбіне әншілерді көбірек талқыласақ, жаңағы олардың өмірі туралы айтып, соны нетсек, енді менің ойымша олар 5-10 жылдықтың ар жағындағы дүниелер деп қалды деп есептеймін. Қазір жоқ, жастар өсіп келе жатыр. Терең ойлар айтылады, үлкен ағаларымыз да жаңалықтан кемде емес. Дастархан басында да үлкен сұрақтар көтеріледі. Сондықтан да ол деген сөз біздің халқымыздың таным деңгейі де қазір өзгеріп жатыр. Жаңа бағытқа қарай бет алып келе жатыр. Енді экономика, қаржы, сосын ар жағында технология тілі бар, IT тілі бар. Мысалға жаңадан жасанды интеллекттің ұғымдары бар, қазір шығып жатқан 4-ші өнеркәсіп революция. Жаңа заманның қаһармандары немесе рол модел дейді ғой. Қазіргі таңда жастар қарап сол кісілердің бір үлгі алатындай адамдар өзгеруде дейсіз ғой, қазіргі? Өзгеруде. Кәсіпкерлер немесе ол прогрессивті жастар, ол сондай бір өзіңіз сияқты осы экономиканы ғылым саласында жүрген тұлғалар қазір сұранысқа ие болып жатыр, және де біз де сондай тенденцияны қалыптастыру керекпіз деп ойлаймын. Шын мәнінде көзге көрінбей жүрген, мықты өндіріспен айналысып жатқан, көзге көрінбей жүрген, қоғамға үлкен елеулі үлес қосып жатқан азаматтарды жарыққа шығару керекпіз деп ойлаймын. Соларды көрсету керек, солардың арасынан нағыз бүгінгі заманның батырларын жасау керек. Келер ұрпақ соларға қарап үлгі алу керек. Сонда мен ойымша еліміз де тіктейді, еңсесі де биік болады, болашағы да жарқын болады. Дұрыс айтасыз, рахмет. Және бірінші негізі сарапшылық блокты аяқтап, кейін барып мен сауаттылыққа келейін деген ғой, сіз бастап кеттіңіз. Енді осы жерде дәл қысқаша меніңше халықтың жалпы қаржылық сауаттылығы бойынша. Енді өзіңіз айтқандай экономика өте үлкен сектор, бірақ сол экономика, қаржы, оның ішіндегі бөліне береді ғой, өзі барлығы кете береді мысалы. Сол қаржылық сауаттылық қазір қоғамның қандай баға бересіз? Орташа негізінде орташа деген баға беруге болады. Және оның орташа болуына себеп, оны қалай бағалап, енді қандай тетіктермен қайдан білуге болады? Мүлдем қаржылық сауатсыз деп айтуға келмейді. Өйткені әркім өзінің бюджеті бар, әркім өзінше табыс табады, әркім өз депозитте ақша ұстайды, ипотекаға үй алған, несие төлеп алып көрген, қарыз мәселесінде де соқтығысып көрген деген дүниелер. Сондықтан азаматтар сол дүниелерді соқтығысып барып, жаңа қаржы алаяқтарына алданып барып, сөйтіп сауаттарын ашып жатыр да. Көп жағдайда солай. Бірақ олай болмау керек. Негізінде мемлекет тарапынан арнайы бағдарлама қабылдану керек. Ол жүйелі түрде жүзеге асу керек. Неге бізде көбінесе шоковая терапияны қолданады мемлекет? Сондай да, қаржылық білімін арттыру үшін девальвация жасап тастайды мысалға. Азаматтар саған доллар өсіп кетті деп, содан шок алады да, сосын барып ізденеді, неге ол өсіп кетті, қалай өсіп кетті деп, сөйтіп өздері танымдарын арттыра бастайды. Тура сол сияқты мысалға 90-шы жылдарда да мысалы нарықтық экономика бұрқ етіп өте салды, бағалардың бәрін жібере салды, колхоз тарқата салды деген сияқты. Соның барлығы шоковая терапия дейді былай айтқанда. Соның салдарынан көптеген адам жұмыссыз қалды, қиналды, бала шағасын асырамай. Соның салдарынан болса керек көптеген азаматтар, ер азаматтар әсіресе 2000 жылдарға дейін жұмыс жасаған, көбісі жүректен, инфаркттан, инсульттан дүниеден өткен, мысалы бүгінгі таңда өтіп те жатыр. Ол сол салдары сол. Бұл соның салдары. Мемлекеттік деңгейде қабылданатын осындай шешімдер жекелей адамдардың тағдырына, өміріне, денсаулығына әсер етіп жатқан көрсетеді. Өмір сүру ұзақтығын қысқа болып қалу, ер азаматтардың ерте қайтып кетіп жатқаны, жүрек қан тамырларының ауруларына ұшқаны, бәрін салдары сол жақтан болып жатыр. Сондықтан да мемлекет ондай шоковая терапияны қолданбау керек. Ол халқын әлеуметтік жағдайды елін ойлайтын ел
бірінші кезекте арнайы ұлттық бағдарлама қабылдап, мектеп жасынан бастап балаларды дұрыстап қаржы сауаттылыққа оқытып, үйретіп, кәсіпкерлік деген не, оны қалай жасауға болады, оған қандай тәуекелге бар, сен сондайға дайынсың ба, жоқ әлде жаңа мамандық үйренесің ба, мүмкін кәсіби специалист боласың ба, оның да деңгейі өте тамаша. Егер өз саласының мықты маманы болсаң, сен Қазақстанда ғана емес, әлемде де сұранысқа ие маман бола аласың, әлемді солай ақ шарлай аласың. Тек қана кәсіпкер болу ғана емес міндет дегендей. Ал кәсіпкер болғың келе ме, онда өжет бол, мықты бол, төзімді бол, батыр бол, мысалға осындай қасиеттер сенде болу керек. Ал дайынсың ба соған, көшбасшы болуға, басқа жағынан? Соның бәрі меніңше жүйелі түрде үйретілу керек, және мектеп қабырғасынан бастап деп мен айтып жүрмін. Осы программа, ұлттық бағдарлама әзірлесек, меніңше сол бірінші кезекте. Енді оған ұсыныс бар сияқты ғой, бізде. Ұсыныс бар, ол жасалуы керек. Негізінде ол мемлекет тарапта айтады, бізде жоқ емес, бар ғой, біздің қаржылық сауаттылық арттыру программамыз бар, оған ұлттық банк жауапты деп бұрын айтатын. Қазір ұлттық банктың қарамағынан бөлім шықты, қаржылық қадағалау агенттігі, олар жауапты. Олар Финграмота KZ дейтін сайттар, бұл платформалар, соларда сол жерде оқыту курстары бар өздерінің қаржылық сауаттылыққа. Бұрынғыда қазақшасы өте нашар болатын, ашып тіпті қараған келмейтін. Кейінірек сапасы артып келе жатыр, оны мойындау керек, жақсы. Бірақ та неге Финграмота KZ, мен әлі айтып жүрмін да, неге ол Финграмота KZ болу керек, неге ол қаржылық сауат KZ болмау керек? Болу керек қой, мысалы солай. Өйткені ауылдағы кісілер отырмайды ғой, Финграмота KZ деп термейді ғой, мысалы қаржылық сауаттылығымды арттырайын демек дегендей. Олар Google-ға тере салады, YouTube-ға тере салады қаржылық сауат дегенде. Сол кезде бірінші кезекте жаңағы негізгі платформада әзірленген материалдар шығу керек қой. Әйтпесе бізде көбінесе жаңағы қаржы алаяқтарының неше түрлі рекламалары, бізге ақша сала қалсаң инвестиция табыс келе қалады, 2 айда 2 еселеп аласың, тағы сол сияқты дейтін жарнамалар шығады да, азаматтар содан алданып. Одан кейін телефонға да, жеке байланыс телефондарда бізде база қалай кететіні түсініксіз, бірақ бізге әрдайым шабуылдар көп болады ғой. Жеке хабарламада келеді, хабарласады да, біз яғни Қазақстан деңгейінде одан былай қарасаңыз қорғалмағанбыз ғой негізі. Яғни адамдардың осындай енді сауаттың, қаржылық сауаттылықтың мәселесіне келген кезде алдау, алаяқтық процестер өте көп жүреді. Енді осы жерде ары қарай біз қазір айттық қой, жаңа заманның қаһармандары деп, кәсіпкерлер. Енді осыған келсек, өзіміздің бастап жатқан бастамамыз сана бизнес форум бар, мынау өзіңіз бас болып жүрген, өзіңіз бастап жүрген, жол көрсетіп жүрген. Ол жердегі мақсат не? Сана бизнес форумның мақсаты не сіздің ойыңызша? Мақсат мұрат айқын. Бұл қазақы іскерлік ортаны қалыптастыру. Былай қараған кезде, сол арқылы егер іскерлік орта қалыптасса қазақ тіліндегі, онда рухы бір іскерлік орта қалыптасты деген сөз. Өйткені олардың тілі бір. Ортақ тілде араласқаннан кейін олардың жасайтын өнімі де, жасайтын қызметі де сондай бояуға ие болады, ұлттық сипат алады. Сол ұлттық экономиканың нышанын береді, айтқанда, ерекшелігін әкеледі. Неге бүгінгі дейін Қазақстанның ұлттық экономикасының ерекшелігі жоқ? Біз мысалға Жапония дегенде Toyota бұрқ ете қалады. Германия дегенде Mercedes бұрқ ете қалады. Мысалға Франция деген кезде жаңағы әтір сулары, модасы, басқасы дегендей. Әр елдің өзінің бір ерекшелігі бар да, бір ұлттық ерекшелігі көрініп тұратын экономикасының бет-бейнесі осы деп, Швейцария деген кезде жаңағы сағаттары, банктері, қаржы секторы шыға келеді. Ал Қазақстан дегенде ше деген сұрақ. Осы міне мен жүрегіме батады экономист ретінде, өйткені Қазақстанның ұлттық экономикалық бейнесі жоқ, ұлттық экономикалық үлгісі жоқ, моделі жоқ. Және бүгінгі қалыптасқан бағдарламалардың бәрінде де, мемлекеттік бағдарламалардың бәрін алып қарасаңыз да, ол жерде де соның нақты бейнесі көрсетілмейді. Сонда кім боламыз? Біз қандай ел боламыз? Жалпы ерекшелену керек қой. Ерекшеленбесең, онда елдің болашағы жалпы сұрақ. Ал ерекшеленіп, соны ұсына алсаң, жақсы қызмет жасай алсаң әлемге, және жақсы тауар сата алсаң, ерекшеленесің. Ал оның барлығы бұғанға дейінгі менің көзқарасымда 30 жыл бойы осыны жасаған, экономиканы жасаған азаматтардың бойында ұлттық рухы, тілі, дүниесі, жаны болмады. Менің көзқарасымша. Оны қарапайым ғана мен Шәмшінің мына бір сөзімен айтқым келеді. Шәмші Қалдаяқовтан сұраған екен, сіздің әндеріңіз қалай бүкіл қазақ даласына тарап кетеді, бүкіл ел болып соны ән қылып айтады, қалай шығарасыз сондай әндерді, неге қазіргі композиторлар ондай ән шығарамайды деген кезде ол бір ғана сөз айтқан ғой, қазіргі композиторлар көшеде дүниеге келген және олардың мұрнына қидың иісі барып көрмеген деген да. Осы жерде нақты түсінікті менің көзқарасымша
демек бүгінгі дейінгі экономиканың, Қазақстан экономикасын жасап жүргендер, орысша сайрап сөйтіп жүрген азаматтар, өзінің ұлттық құндылықтарын білмейтін азаматтар, әрине олар қалай ұлттық экономиканы жасасын деген сұрақ туындайды. Сондықтан да менің ойымша, неге біз қазақ тілі деп жүрміз, неге біз осындай қазақ тілді бизнес форум, соның аясында қазақ тілді кәсіпкерлердің басын қосайық деп жүрміз. Қазақ тілді нетворкингтар, бизнес іскерлік нетворкингтар, орталықтар, сондай ивенттер түрлі болу керек. Сол топтастырады оларды. Сол жерде олар бір-бірімен ортақ жобалар бастайды. Ол синергияны туғызады. Ол оның арт жағы үлкен өсімдерге, серпілістерге алып келеді. Сондықтан да біз форумның өзін осы жолды мысалы айтып отырмыз. Даму, инновация, серпілісте. Не серпіліске алып келудің жолы, ол сол бір жерге шоғырлану, идеялардың ортасында шоғырлану, жақсы бір құндылықтардың ортасында шоғырлану, тәжірибе алмасу, соның барлығы осы форумның аясында жүзеге асады. Сондықтан да бізге қазақ тілінде осындай дүниелер керек. Және тағы біздің бір жүрегімізге батқан дүниеде бұған дейінгі уақыттарда қанша мемлекет тарапынан форум өтсін, саммиттер өтсін, шаралар мемлекеттік. Басында ғана қазір сондай да, сәлеметсіздер ма деп басталады, аяқ жағын бәрі орысша, сосын талқылау, сондай болып кетеді. Яғни сіздің айтқыңыз келген және кәсіпті жүргізу, ата кәсіпті тану, жалпы біздің осы мемлекетімізде қазақтың жерінде өсіп жатқан, қазақтың жерінде шығып жатқан пайдалы қазбаны басқасын жарату үшін ең бірінші ол дінін осы өзін сезіну керек дейсіз ғой, Қазақстанда білу керек, тану керек, және қидың иісі демекші енді сіз айтып отырған. Сол кезде ғана біз үлкен бір кәсіп, үлкен бір бренд қалыптастыра аламыз, қазақтың атын атойлап әлемге шығаратын сондай бір дүние жасай аламыз дегіңіз келеді ғой, сонда. Яғни қазақ тілін білу бұл жерде бірінші приоритетте тұр ғой. Бірінші приоритет тұр. Және бұл жерде мен былай ғана айта салушы едім, егер де оның ғылыми негіздемесін қарайтын болсақ, мынандай ғой, адам жасап шыққан дүние мәдениет болады да. Мәдениетті адам қолдан жасап шығарады. Және әр ұлт өзінің мәдениетін жасап шығарады. Сондай. Ол адамның қолынан келіп шыққан дүние. Біз бір тауарды да мысалы кофені қолдан жасап шығарамыз. Бұл біздің қолымыздан шыққан, бұл өнім, және бұл мәдениет бола алады. Себебі бұл ұлттық ерекшелікке сәйкес оны қазақ жасады деген сияқты. Тура солай. Тура сол сияқты Toyota солай шықты жапондықтардан. Мысалға Mercedes солай шықты деген сияқты Германиядан. Азаматтардың сол құрылымы, өнімі бір ол мәдениет болып қалыптасады. Сосын әлемдегі сол мәдениеттердің арасында жарыс. Мәдениеттердің озығы келеді да, ол цивилизацияға келеді, өркениет. Қай ел күшті өнім шығара алды, ол күш бастайды да, ол өркениетті бастайды, кетті. Пойыздың алдыңғы тепкіші. Қалған мемлекеттер оның артынан қайталайды да жүре береді. Сондықтан да осындай озық мәдениетке ие болу үшін ол ерекше бәсекеге қабілетті өнім болып шығу керек. Ол үшін әрине білім керек. Тек қана жаңа тіл мәселесінде ғана емес, тілде әрине ол тіл бірінші біздің сол ерекшелігімізді көрсетеді да. Одан кейін арасында ар жағында еңбек жатыр, білім жатыр, сондай құндылықтар. Соның барлығы ұштасып келетін болса, онда біз әлемге өркениет сыйлай алатындай. Болашақта сол кезіндегі түркілер цивилизациясының қайта жандануы бір орын алуы мүмкін. Жалпы болашақта. Енді барлығымыз білеміз, сіз соңғы жылдары өзіңіздің уақытыңызда бизнес басқару магистрі, қазақ тіліндегі MBA дейді ғой. Қазақша MBA-ді алғашқы ашқан адам ретінде таниды көп кәсіпкерлер. Қалай аштыңыз, ол идея қалай келді, жалпы қолдаушылар болды ма? UIB университетінде, халықаралық бизнес университетте ең бірінші сол жерді аштыңыз. Сол туралы қысқаша айтып берсеңіз. Жақсы. Бұл мен өзім сол соңғы жылдықта бизнес мектептің директоры ретінде қызмет жасадым. MBA дейтін бағдарлама, Master Business Administration дейді. Ол 120 жыл бұрын Америкада туған бағдарлама. Сосын енді ол өзінің формасы бар, программасы бар. Әлемге тараған, бүкіл әлемде сол MBA қазір үлкен рөлде. Бірінші кезекте ол бизнесті басқару, оны әкімшіліктендіру, оны жүйелеу, жоспарлау, құру, стратегиясын құру, масштабтау. Осының барлығы MBA-де программа ретінде жинақталады. Және де бізде орыс тілді MBA 30 жыл бойы жүргізіліп келді. Ол алдың қатарлы кез келген университетте ол ашылды, жүрді. Енді қазақ тілінде болмай келген ғой. Неге бизнестің тілі біз қазақша емес деп айтамыз? Себебі оқу қазақша емес. Бизнестің тілін оқудың өзі қазақша емес. Сондықтан да бизнестің тілі қазақша болмайды.
Сондықтан да бұл жерде сұрақ туындап жүрген, ең қызығы осы жақын достарымыз Құмар Жұмахан деген даму групптан, Абзалхан Құсмай деген азаматтар, Дина Елгезек деген журналист кісі бар. Сол кісілермен олар орыс тобына келіп түсті MBA-ге. Мақсат сені қолдайық, бір жағынан өзімізде қызық оқығымыз келеді дегендей. Оқыды да көрді да 2 курс өткеннен кейін мынау нағыз бизнесқа керек білім ғой. Неге біз деген жаңа курс жағалап басқа жақта жүрміз? Ол курсқа барып 2 миллион теңге төлейміз бір айлық курсқа. Сіздерде 1 жыл оқып 10 курс өтеміз, 2 миллион теңге төлейміз. Қандай құндылық сонда? Бұны оқу керек қой әрбір қазақ. Неге бұл қазақша емес деген сұрақ туды сол кезде. Неге бұл қазақша оқытпайсыздар? Мен тұрып айттым, сұраныс жоқ өйткені. Сосын айтады, мәке, сұраныс бар ғой. Давайте біз бір топ жинап берсек ашасыздар ма? Әрине ашамыз. Сол бір чайдың үстінде отырып сонда басталған дүние болды. Сонда бір айдың ішінде жаңағы Абзалхан дейтін бауырымыз маған ұнайтын жері күнде әкшінді күнде не істедіңіз мәке, бүгін не істелді, ертең не істелді, не өзгеріс деп отырады да. Бір айдың ішінде тұрдық та ашып жіберді, бүкіл программасын жасап отырып бірге сызып, қандай пәндерден тұрады, не істейміз. Материалдар болды, иә? Дайын материал болды. Дайын материалдар болды, мұғалімдер болды. Сосын мұғалімдердің көбісін мен енді көндірдім. Шын айту керек, ол кісілер қайдан таптыңыз? Орысша сабақ беретін мұғалімдер. Күнде амандасамыз, сәлеметсіз, қалайсыз, ой, жақсысыз ба деп, мысалы, HR пәнінен беретін Айда Серікқызы дейтін кісі бар. Ол өте үлкен топ-менеджерлік компанияларда жұмыс жасаған, мысалға, Дубайда қанша жыл жұмысын, шетелдік тәжірибесі. Жан-жақтан жинадыңыз ғой, сонда ұстаздар? Иә, ол кісі бірақ профессионалдық тілі орыс тілі да. Қазақшаға қалайсың осылай деп сөйлегенмен, HR-ға байланысты бір сұрақ қойсаңыз, бірден орысша айтып кете береді. Так деп бастайды да. Сосын мен айтамын да, сіз осы біліміңізді давайте қазақша алаңызшы деп. Сонда ол кісіге айттым, сіздің пәніңізді мен әбден кейін қоямын. Жаңағы сізде осындай уақыт бар, 1 жылдай. Оған дейін аударыңызшы деп. Жарайды деді, бірақ өзі кейін сабақ бергеннен кейін сондай рахаттанды да. Мынау азаматтар дейді, қандай білімге құштар, қалай білім оқығысы келеді, үйренгісі келеді. Мен өзім үйренгім келеді дейді да ондай ортаға. Барлық мұғалімдер сондай кері байланыс алды. Содан кейін риск менеджменттен мысалға Ұлан Әшімханұлы деген кісі, ол 10 жылдан астам рисковик болып жұмыс жасаған банктерде, риск менеджментті талдайды да, профессионал. Мен айтамын да, келіңізші осы сабақтан сіз беріңіз. Сөйтіп іздеп жүріп, одан кейін бір маманды көр қалам ба, артынан қалмаймын, жүгіріп. Сіз бізге сабақ беріңіз. Алмас Мұхаман деген бизнесті бағалау бойынша сабақ беретін азамат, қаржылық мықты, CFA 3 дәрежеде халықаралық сертификациядан өткен, өте білімді жігіт, мысалға, ол ағылшын тілінде ғана сабақ береді. Өзі Жалғасбек бауырымыздың ұстазы болып, мысалға, барып сөйлестік, келіңіз, 1 жыл бойы көндірдім мысалға. Сосын ақыры келді, көрді. Сосын айтады да, кері байланысты өте күшті ғой бұл, қандай. Енді бұны ары қарай жалғастыру керек қой, дамыту керек қой. Өйткені ол жерде түсінікті бір үлкен құндылықты мен өзім байқағаным. Орыс тобында оқып жатқан азаматтар енді бәріне топырақ шашқым келмейді, бірақ көпшілігі не үшін келдіңіз деген сұрақ қойылады ғой. Сонда біз MBA-ге қабылдайтын кезде сондай сұхбат жүргіземіз. Сол кезде айтады да, мен мансапты өсіргім келеді дейді да. Қазір middle менеджменттен мен топ менеджментке барғым келеді. Түсінікті. Немесе мен бизнесім бар, сол бизнесім масштабтағым келеді дейді. Соны негізгі мәселесі солай айтатын. Ал қазақ тілінде келіп жатқан әрбір азамат, 35 азаматтай оқыды бізде MBA-де. Бәрінің айтатыны, я мен бизнесімді дамытқым келеді, я мен мансапта өскім келеді. Сосын елге, қоғамға пайда келтіргім келеді дейді. Меніңше бұл өте үлкен дүние. Неге қазақ тілді кәсіпкерлер оқуға келгенде сөйтіп айтады? Демек, осындай бір орталықта оқуда бәрін басы қосылу керек. Қазақ тілді ортаның басы бірігу керек. Бірақ ол жерде нақтылық бар, иә? Біз соны түртіп өтейікші. Өйткені қазақ тілді болған кезде ұлт деп айтамыз, қоғам үшін деп айтамыз, бірақ енді өзінен аса алмай жатып, осындай қоғамдық істермен айналысып жатасың деген сияқты түсініктер бар ғой бізде. Бірінші өзіңді қатырып алмайсың ба, өзіңдікін жасамайсың ба деген сияқты. Ол кісілер өзін ойлайды, кәсібін ойлайды, оны жасайды, бірақ олмен шектелгісі келмейді. Өзінің жағдайын жасап, бала шағасын, отбасын жасап, өзінде жақсы болсын, басқаны білмеймін емес, қоғамды, ортаны
жалпы елге пайда болса деген сияқты ниет қой. Иә, бәрінің айтатын сондай. Енді ол жерде бұл меніңше үлкен ерекшелік MBA-дегі. Сондықтан да мен ойлаймын, қазақша MBA бұл ашылған дүние өзінің жалғасын табу керек. Алдағы уақытта да ол жаңа сипатта, жаңа деңгейде даму керек. Ағылшын тілінде қосайық, мысалға ағылшын тілінде дамытсын азаматтар. Өйткені қазір орыс тілі қатты актуал болмай бара жатыр негізінде. Орыс тілдегі білім де өте жоғары дәрежеде емес негізінде. Әлемнің тілінде қарайтын болсақ. Я сапасыз деп толықтай айтуға болмайды, бірақ негізгі білім ағылшын тілінде жатыр. Сондықтан да ағылшын тілінде де MBA бағдарламалар, шетелдік тағылымдамалар, Америкаға оқу, Европаға оқу, Сингапур, Малайзияға оқу, сондай жерлерден бар тәжірибе алу, олардың бизнесінің үлгісін көру, сол арқылы өседі деп ойлаймын. Енді MBA-дің артықшылығын айтып жібересіз бе? Мысалы қазір енді былай оқытатын курстар өте көп қой. Енді өзі курс оқып алып ертеңде курс өткізіп жатқан кісілер де көп, оны жақсы білеміз. Бірақ біздің енді негізгі сананың ұстанымы да сол ғой. Арзан және де негізсіз білім емес. Керісінше MBA ол академиялық негізделген, өзіңіз айтқанда міне ол барлығымыз білетін әлемге танымал, мысалы Гарвард бизнес скул мысалы өте шынымен барлық әлемнен топ менеджменттер барып оқығысы келеді менеджерлер. Сол негізде ғой енді біздің айтып отырғанымыз. Сол себепті негізі бар осындай үлкен кейстарды үйрететін сондай MBA-дің басқаларына артықшылығы қазақ MBA-ның. Енді MBA-дің артықшылығы ол өзі көрінеді, оқу бағдарламасының өзінде ақ. Ол жерде жаңағы бүкіл кәсіптің барлық қырлары қамтылады. Және ол жерде бір мұғалім болмайды, ол жерде бірнеше мұғалім. Әр оқытушы бір саласын кәсіптің таңдайды. Мысалы, біреу HR алды, біреу қаржы бөлігін алады. Мысалы, қаржы қалай модельдеу керек, өзіңіздің бухгалтерлігіңізден қалай есеп алу керек, өзіңіздің кәсібіңізді қалай бағалайсыз, инвестициялық жобаларға кіруге стоит не стоит қалай білесіз, қалай есептейсіз. Соны мысалға MBA-де оқытады, және кейстар, арнайы кейстар ол жерде қарастырылады. Сондықтан да MBA-дің жалпы жаңағы дәстүрлі білімнен де ерекшелігі сол. Ол жерде практикалық көбірек білім беріледі, кейстер беріледі нақты. Өмірде мынандай жағдай болды, ол былай шешілді. Кейстер қазақстандық компаниялардың кейстер ма, әлде әлемдік компания? Негізі қазір біз көбінесе әлемдік компаниялардың кейстерін пайдаланамыз ғой. Ал қазақстандық компаниялардың кейстері сол келіп жатқан азаматтармен ақ толығады да. Өздері оқып жатыр, өзінің кәсібімен бөліседі, өзінің ойымен бөліседі. Мен де өмірде мынандай жағдайларға ұшырадым деген сияқты. Сондай. Менің ойымша негізі сол қазақстан компаниялардың кейстарын да біртіндеп жинау керек. Сол керек сияқты. Ол керек. Өйткені біздің менталитет басқа, біздің енді кәсіп басқаруымыз басқаша. Біздің әлеммен енді шынымен Америка мен батыс елдермен салыстырғанда біз дамушы мемлекетпіз ғой негізі. Біздегі жағдай статус-кво мүлдем бір бөлекте. Яғни ол кісілер ол периодты мүмкін өтіп кетті. Ол кісілер енді дамыған мемлекеттер ғой. Қазір сол кісілердің қазіргі жасап жатқан дүниесін алып бізге әкеліп танып қою, мүмкін ол біздің барлық кәсібімізді шешпей жатады. Сол жағынан. Толығымен келісемін. Біз енді көбінесе шетелдік тәжірибе деп айтып жатамыз. Ұсыныс ретінде де қандай бір бизнесті жасағанда болсын, мемлекеттік қандай да бір үкіметтік шешімдер болсын, шетелдік тәжірибені әрине көбірек айтамыз, бірақ оның қолдануға келетін тұсы бар, қолдануға келмейтін тұсы бар. Өйткені бәрібір алып қараған кезде жаңағы мәдениет деген түсініктен шығады. Ол егер бәрібір біздің менталитетпен өзіміздің ұлттық құндылықтарымызға қайшы болып жатса, оны қоғам қабылдамайды ешқашан. Және ол қабылдатпау да керек менің көзқарасымша. Өйткені былай қарайтын болсақ, кейбір жаңағы батыс өркениетті ел деп айтқанмен, олар экономикалық тұрғыдан, технологиялық тұрғыдан алдыға кеткен жағы бар. Ол жағымызды алу керекпіз. Ол өйткені ғылыми технологиялық жетістіктерді, ал ғылыми жетістіктерді біз ешқандай қиындықсыз өзіміздің қоғамымызға енгізу керекпіз, балаларымызға үйрету керекпіз. Ол бірінші кезектегі дүниелер. Өйткені оны білмесе, біз алдыға қадам баса алмаймыз. Ал енді олардың дүниетанымынан, өмірге деген көзқарасынан келіп шығып жатқан мәдениеттерді әрине оларға біз қарсы төтеп беретіндей иммунитет қалыптастыру керекпіз. Соның негізінде келіп өзіміздің ұлттық ерекшеліктерімізге сәйкес экономиканы құруға болады. Енді жаңағы айтып жатқан соңғы уақыттағы біздің жасап жатқан жұмыстарымызда қазір осы кәсіпкерлікке баулу, ол мектеп оқушыларынан бастап, одан кейін студенттерді
ол кісілерді үйрету, өйткені ары қарай ол кісілер отбасы болады, отбасы құрады, жеке қаржысынан бастап өмірінде қаржылық сауаттылықпен, қаржымен жалпы әрдайым соқтығысатын болады. Ертең оның баласына инвестиция жинау, басқасы деген сияқты. Сол жерде сіздің ойыңызша енді қысқаша камераға қарап, MBA-ге не себепті кәсіпкерлер түсу керек қазақ MBA-ге? Бір-екі себебін немесе шақырту ретінде айта аласыз ба? Жақсы. Негізінде кәсіпкерлердің басын қосатын әртүрлі клубтар бар, әртүрлі орталар бар, және ондай орталар болу да керек, өте көп болу керек. Қазақы бизнес орталарда өте көп болу керек. Ал енді ол топтастырудың бірнеше бір құндылықтарға негізделмесе, ол топтасуда ұзаққа бармайды негізінде. Ол мүмкін барлығы залға барып шынығатын азаматтар болуы мүмкін, ерекшелігіне сәйкес. Ол бәрі атқа мінетін, сондай ұлттық құндылықтар дәріптейтін орталық болуы мүмкін. Ал енді білімге негізделген орта болса, оның ерекшелігі мүлдем басқа болады. Қазір MBA-де оқып жатқан азаматтар сол құндылықты түсінген, сондықтан да MBA-ге өздері бірінші бастап шақырып жатыр. Басында мен MBA туралы айтқан кезде ойланатын, саған қаншалықты дұрыс болады екен деп, өйткені бірінші рет ашылып жатқан топ болатын. Бірақ енді ол бірінші топ қазір оқып дипломдарын алып шыққаннан кейін мен енді толық өз сенімді түрде айта аламын. Бұл керек, және де әрбір кәсіпкер қазақы осы MBA бағдарламасын өту керек. Өйткені ол бір деңгей. Сондай деңгейді сіз оқып алсаңыз, және сол ортадағы азаматтар ең жақын азаматтар болады. Ортақ жобаларды бірге бастап кететін азаматтар болады. Және де осындай бірігу арқылы, білімде бірігу мүлдем бөлек, сондықтан да осындай бірігуге шақырам. Осындай тудың астында егер топтасатын болсақ, сөз жоқ, біз қазақтың жаңа байларын шығарамыз, қазақтың ұлттық буржуазиясын қалыптастырамыз. Ол өзіміздің елімізді дамытады. Өйткені сол азаматтар ертең халқымызға жұмыс та береді, сол азаматтар елдің көркеюіне де әсер етеді, сол азаматтар экономиканың негізгі драйвері, қозғаушы күші болады. Сондықтан да сол ортаның бір бөлшегі болуға шақырамыз сіздерді. Жақсы, рахмет. Енді соңғы сұрақтардың бірі ретінде мақсат халық. Енді соңғы уақытта қазір халықаралық бизнес университетінің жұмысын тәмамдап, бұл жақта енді сәтті аяқтап деп ойлаймын. Ол жерде де қысқаша айтып жіберсеңіз, қандай жұмыстар жасадыңыз, халықаралық бизнес университетте не нәтижеге жеткіздіңіз? Өйткені білуім бойынша сіз құрдыңыз, біраз студенттердің, біраз тыңдаушылардың басын қостыңыз, негізін қалап кеттіңіз. Ары қарай мақсат халықтың жоспары қандай, немен айналысады? Жақсы. Сол UIB-де жұмыс жасағаныма өзім жалпы ризамын. Жақсы орта болды. Менің ұстаздарым сол жердегі жақсы тағылымдама берді, білім берді. Соның арқасында мен сарапшы ретінде өстім, маман ретінде қалыптастым. Шәкірттерім бар өте көп, өте жақсы көретін бүгінгі таңда. Сондықтан да ол ыстық ұя мен үшін. Ал енді екінші жағы бар, жасалған жұмыстар. Ол жерде MBA бағдарламасы маған дейін қиын жағдай болды деп айтуға келмейді. Негізінде UIB-де бұрында да жақсы дамыған. Бірақ тура мен барған кезде бір құлдырап жатқан сәті болды. Бір пикқа жетіп қайтып бір құлдырайтын сәті болады. Сондай кезде бардым, бір кризистік жағдайда. Сосын сол жерді көтеріп шығу керек деген міндет табысталды. Және ол міндетті мен толық абыроймен атқарып шықтым деп есептеймін. Нақты пайдалық көрсеткіштерінде қайта салуға болады. 8 есеге өскен. Сондықтан да есе өскен, иә? 8 есе өскен. 8 табысы. Ол деген меніңше өте жақсы көрсеткіш, 3 жылда 8 есеге өсу деген. Және де маржасының өзі өте жақсы, 50%. 50% маржа деген ол бизнесте өте жақсы бағаланатын сияқты меніңше. Демек ол табысты бизнес дегенде сөз. Егерде бизнес академия дәл осындай MBA бағдарламасын ашылады десе, демек ол өте табысты, өзін өзі ақтайтын бизнес болады деп сөзсіз айтуға болады. Одан кейін ең бір үлкен жұмыстарды атап өтсем, ол BI Group компаниясының топ менеджерларын дайындауға үлес қостық. Бүгінгі дейін ол әріптестерімізбен байланыстамыз. Олар бізді таниды, біз оларды танимыз. Бүгінде сондай жақсы бағдарлама жасап шығардық, құрылыс саласына бағытталған MBA бағдарламасын. Сосын Нацбанк, ұлттық банктың азаматтарын оқыта бастадық. Негізі көптеген университеттер мақтанатын, жаңағыдай біз Нацбанк
нарыққа мамандар дайындаймыз деп, ал біз Нацбанктың мамандарын оқыттық деп айта аламыз да. Сондықтан да ол жақтағы да азаматтармен таныс болғаныма, біліс болғаныма өте қуаныштымын. Нацбанктың мықты деген азаматтар бізде оқыды, және де олар сол финтех программасы бойынша Астана IT университетін бірлесіп өткіздік, 2 диплом алып шықты. Әр қаржы саласы, қаржының өзі CFA бағытында оқытылды, ал финтех технология бағытынан оқытылды, 2 дипломмен алып шықты. Бұндай программа жоқтың қасы былай айтқанда, және бүгін қоғамға керек бағдарлама. Және де ең үлкен сол жұмысымыз қазақ тілді MBA құрылды, ашылды. Ең алғашқы даму групп кәсіпкерлер қауымдастығына осы жерде өзім алғысымды айтамын. Сол азаматтардың бірігуімен, келуімен, қолдауыменен осындай қазақы MBA-ді бастадық. Соны құрдық. Бүгінде жалпы көпшіліктің қазір ол MBA деген не, ол қандай білім деп сұрай бастағаны бар, қызығушылығы бар. Сондықтан да ол басы ғана меніңше, әлде де бұл өзінің жалғасын табады. Әрбір қазақ іскер азаматы MBA дәрежем бар деп айта алатындай, және соның құндылығын, білімін алып шығатындай болады деп есептеймін. Себебі сөз жоқ, ол жердегі білім оның кәсібін бірнеше есеге дамуына септігін тигізеді. Сондықтан да MBA бойынша жұмысымыз UIB бойынша аяқталды. UIB бойынша сондай шешімге келдік өзіміз. Енді мен ойлаймын, бір уақыт келеді, сіз ары қарай өсу керексіз, ары қарай даму керексіз, жаңа мүмкіндіктер, жаңа жол ашылу керек. Сіз бір жерге байланып отырсаңыз, ондай жолдар ашылмайды. Сондықтан жаңа бағытқа тәуекел, нар тәуекел деп шығып отырмыз. Алдағы бағытымызда тура осы ағартушылық бағыты мен көріп отырған, және осы ағартушылық бағытындағы еңбегімізді жалғастыра береміз. Өзім ұстаздық етуді тоқтатпаймын деп есептеймін. Алдағы уақытта тағы да ұстаздық қызметімізді жалғастырамыз. Оның бір бағытында қазір мектептерде Аятжан Ахметжан бауырымызбен келісіп отырған ұлттық лицейлердегі қаржы сауаттылық курсын бастадық. Жоғары сыныптарда сол жерде кәсіпкерлік негіздерін де үйретеміз. Соңында азаматтарымыз оқушы болса да, сол уақытта уже кәсіпкерлік негіздері туралы, жалпы қаржы сауаттылық туралы білім алып шығады. Және де бір жылдың ішінде соңында біз жақсы кейс чемпионат жасап, соңында үлкен бизнес проекттерінің жаңағы жарысын өткіземіз. Меніңше оның бәрі жемісті болады. Алдағы уақытта жалпы тұтастай еліміз бойынша нақты әдістемелік негізді жасауға атсалысамыз деп ойлаймын. Ол бір бағыттағы жұмыс. Одан кейін сол мен көріп отырған ол жалпы бизнес академия құру бағытында жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Алдағы уақытта тұтастай қазақ кәсіпкерлердің басын біріктіретін, оқуға келетін сондай орта құруға ниеттімін қазір. Сол бағыттағы жұмыстарымызды ақырындап кірпіш сияқты қалай беретін боламыз деп есептеймін. Өте жақсы. Ең бастысы пайдалы болсын қоғамымызға. Жақсы, рахмет сізге Мақта. Көп осылай жасап жатқан экономика үшін, қаржы үшін, біз сияқты ізбасарларыңызды тәрбиелеп жатқан осылай еңбегіңіз үшін. Өйткені біз барлығы білсе, мақсат халық танаған кезде өзі Швейцария мемлекеті болады ғой. Әрдайым нейтралды, әрдайым барлығының енді қамқоршы, сондай өзінің ойымен, жақсылығымен, іс-әрекетімен, амалдармен бөлісетін тұлға ретінде таниды деп ойлаймын. Сол себепті осы ісіңізден таймаңыз, ол ұстазы болуды нәсіп етсін, ел үшін, экономика үшін өте үлкен еңбек етуді бұйырса. Сол, рахмет сізге. Көп рахмет. Жақсылық болсын тек.